Қайырлы күн достар. Біз бүгін өте дәмді, хит болып жүрген восторг салатын жасап үйренетін боламыз. Алдымен біз мына грудкемізді маринадтап аламыз. Ол үшін бізге паприка керек болады. Менде мұнда натуральный паприка бар. Үстіне сұйық май құямыз. Тұз саламыз. Шамалы соевый соус құямыз. Чеснок түйіркіне өткіземіз. Осылай 5 минут маринадта ұстаймыз да, духовкаға пісіріп аламыз. Жұмыртқаны сковородкаға пісіріп алатын боламыз. Кішкене тұз саламыз. Бір кішкентай қасықпен ұн салып, осыны араластырып сковородкамызға пісіріп алатын боламыз. Екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Шамалы ұстаймыз тек. Болды біздің оладьимыз дайын. Болгарский перецтің жартысын жіңішкелеп турап аламыз салатымызға. Корнишонымызды да осылай турап алып, перецтің үстіне қосамыз. Мұнда біз салат жапырақтарын жуып алдық. Бұны да жіңішкелеп туралған салатымызға қосатын боламыз. Мынау жаңа біздің пісіріп алған оладьиміз. Осыны да жіңішкелеп турайтын боламыз. Бізде мұнда саңырауқлақ. Біз саңырауқлақты жумаймыз, жууға болмайды. Сыртын тазалап алатын боламыз. Осылай қабығын ашып, тазалаймыз. Саңырауқлағымызды осылай салып алдық. Үстіне чеснок өткізетін боламыз. Сұйық май құйып жатырмын үстіне. Осыны араластырып, қуырып алатын боламыз. Мұнда біздің қуырып алған саңырауқлағымызбен пешке піскен грудкеміз, грудкеде турап, бәрін салатқа қосып араластыратын боламыз. Салатымыздың қоспасының бәрін біріктірдік. Енді үстіне майонез қосамыз. Үлкен қасықпен 2 қасық. Чуть-чуть тұз саламыз. Осы салатымызды араластырып, тарелкамызға орналастыратын боламыз. Салатымыздың үстіне грецкий орех салсақ болады. Қыздар, бүгінгі біздің жасаған өте дәмді салатымыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіз.